жылдың қаңтар айының 26 жұлдызында 10 сынып оқушылары және сынып жетекшісі және түсірілім тобы қаламыздың Мұқан Төлебаев атындағы көшеде орналасқан қазақ әдебиетінің 20 ғасырдағы заңғар биік атанған Мұхтар Омарханұлы Әуезов мұражайына келдік. Жазушының мұражайы 1951-1961 жылдары Әуезов тұрған үйге орналасқан әдеби, ғылыми, мәдени мекеме. Ол Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1961 жылғы 10 тамыздағы нөмірі 550 қаулысына сәйкес құрылған. Жазушының әдеби мұралары хатталып, көзі тірісінде тұтынған жеке заттары, үй жиһаздары, қолжазбалары жүйеге келтіріліп, тақырыптық көрмелер жасалып, 1963 жылы 28 қарашада әдеби мұражай ретінде ресми түрде ашылды. Мұражай үйдің негізін қалап, оған 30 жыл бойы жетекшілік еткен жазушының қызы Ләйла Әуезова үлкен еңбек сіңірді. Жазушының зайыбы Валентина Әуезова үйді және ондағы жиһаздар мен мемориалдық заттарды сыйға тартты. Қазақстан Республикасының үкіметінің Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 100 жыл толу мерейтойына дайындық және оны өткізу туралы 1994 жылғы 19 шілдедегі нөмір 810 қаулысына сәйкес мұражай үй Әуезов үйі ғылыми, мәдени орталығы болып дербес мекеме ретінде қайта құрылды. 1993-1997 жылдары жазушы тұрған үй күрделі жөндеуден өтіп, жазушының көзі тірісінде етіп мемориалды қалпына келтірілді. Жаңа көрме ғимараты салынды. Орталық 3 бағытта жұмыс жүргізді. Бізге мұражай қызметкері Әйгерім Ағаділқызы Сүндетбаева көрме ғимараты жайында әңгімелеп берді. Ал бұл ғимарат енді 1997 жылы салынған Мұхтар ағамыздың 100 жылдық мерейтойына қатысты. Осы жерде енді Мұхтар ағамыздың өмірбаяны мен шығармашылығымен таныса кетеміз. Енді мына жағымызға қарай жүрсеңіздер, мына жағымызда енді экспозиция осындай Шыңғыстау деп аталатын картинадан басталады. Не себеппен Шыңғыстау? Біріншіден енді ол Семей жақтағы, Семей өңіріндегі таулар. Екіншіден бұл Мұхтар ағамыздың, Абай Құнанбайұлының және Шәкәрім Құдайбердіұлының туған өлкесі. Үшіншіден бұл жерде Шыңғыстаудың бір етегінде Мұхтар ағамыз Абайдың ұрпақтарымен бірге юртада Еңлік кебек пьесасын кішігірім үй импровизациясын жасайды осы таулардың етегінде. Енді осы таудан кейін осындай бізде керемет витриналар басталады. Бұл жерде енді Мұхтар ағамыздың мектептегі оқып жүрген кезеңдері, ол кісі 11 жасына дейін медреседе, Семей қаласындағы медреседе оқыған, кейін 11 жасқа келген кезде өкінішке орай ол кісінің ата-анасы қайтыс болып кетеді. Сондықтан Мұхтар ағамызға қамқор болған осы Сақып Жамал деген әжесі болады, және де Қасымбек деген ағасы болады. Сол осы Қасымбек деген ағасы Мұхтар ағамызды Семей қаласындағы 5 класстық орыс училищесіне береді. Сол училищеде Мұхтар ағамыз жақсы оқыған деген мына жерде аттестатын көре аласыздар. Мұхтар ағамыз тек қана енді оқыған бала болмаған, енді ол кісі көбінде спортпен шұғылданған. Мұхтар ағамыз үшін спорттың ең сүйікті түрі ол футбол болды. Мына жерде мысалы мынандай футбол командасын суретін көре аласыздар. Бұл футбол командасы жарыс деп аталады. Енді бұрынғы газеттерде көрген шығарсыздар, көбінде ярыш деп жазады енді орыс тілде. Бұл жерде енді бұл Қазақстандағы ең алғашқы осы футбол командасы, солардың арасында енді осы Мұхтар атамыз ойнаған. Енді одан басқа мына жерде Мұхтар ағамыздың дәптерлерін көре аласыздар. Мұхтар ағамыз енді былайша айтқан кезде бұл дәптерде
былайша кішігірім девиздарын жазған ғой, енді өзін өмірлік мындай ұстанымдарын осы қалай оқуға, білімге қалай тартылғанын осы мына нелердің дәптерлерінен оқып отырып білуге болады. Енді осы 5 класстық училищені аяқтаған соң Мұхтар ағамыз 1917 жылы Семей қаласындағы мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Сол жерде 1919 жылға дейін оқиды. Мына жерде ғимараттың суретін көре аласыздар, иә. Бүгінгі күнде ол енді педагогикалық колледж. Ал мына жағымызда бұл жерде енді алаш құрамына кірген адамдардың суреттерін көре аласыздар. Олар осындай қара тормен қапталған. Себебі олар 1937-38 жылдары осы репрессияға ұшырап, барлығы абақтыда атылып кеткен. Енді мына жағымызда мынандай Мұхтар ағамыздың суреті біраз бөлек тұр. Не себеппен? Және осы мынандай әдемі сөз бар. Әлімхан Әуезұлы екеуі тәуба қылып шыққан дейді. Не себеппен ондай сөз жазылған? Енді осы алашқа Мұхтар ағамыздан, осы мына Ахмет Байтұрсыновтардан бөлек, осы Әлімхан Ермеков деген енді қазақтың ең ұлы математиктардың бірі, сол кісі кірген. Енді мынандай екі версия бар да. 37 жылы енді олар осы алаштың қайраткерлерін абақтыға түсірген кезде олар бір-бірден емес, бүкіл отбасымен бірге соттаған. Мысалы, мына Ахмет Байтұрсыновтың қызы 1 жаста болған кезде түрмеге түсіп, ол абақтыға түскен. Кейіннен осы Мұхтар ағамыз ондай жағдайға Валентина мен Ләйла ұшырамас үшін олар екеуін Санкт-Петербург қаласына жіберіп тастайды. Сол жерде Валентина осы типографияда жұмыс істеп жүріп, Мұхтар ағамыз типографияда істеп жүріп, өзінің бұрынғы бір таныс құрбысын кездестіреді. Оның құрбысы осы Максим Горькийдің әйелі болады. Сол осы құрбысы арқылы Максим Горькийға шығып, Мұхтар ағамызға көмектес деп өтінішін айтады дейді. Ал екінші версия бойынша Мұхтар ағамыз осы абақтыға түскен кезде Ахмет Байтұрсынов осы алаштың қайраткерлерін барлығын жинап, осындай бір ой айтады дейді. Арамыздан бір болса да, адамды аман алқап, біздің тарихымызды, біздің істеген ісімізді, біздің ерлігімізді болашақ ұрпаққа жеткізсін деген оймен, осы Мұхтар ағамыз, солардың арасындағы ең жас осы Мұхтар ағамыз бен осы Әлімхан Ермеков екеуі қалады. Сондықтан соларға қатысты айыптардың бәрін өз мойнына алып, осы Мұхтар ағамыз бен Әлімхан Ермековті аман алып қалады дейді. Ал енді мына жағымызда көріп тұрған тас, бұл енді шәкәрімнің тасы деп айтамыз. Себебі бізге оны Семей өңірінен әкелген, және осы бұл тастың бетінде мен құдық қазғанмын шәкәрім деген жазуы бар, осында төте жазумен қашалған. Бұл енді мен құдық қазғанмын шәкәрім. Бұл енді сол шәкәрімнің тасы деп ататын, шәкәрімнің өзінің сөзі. Енді мына жерде осындай шәкәрімнің суретін көріп тұрсыздар. Құдық. Енді ол кезде қазіргі сияқты енді сантехника жоқ, енді суды алу үшін бір жерден құдық қаздыртады. Енді бүкіл ауылға мысалы бірнеше құдықтар болады, солардың бірін өзі қаздыртқан шәкәрім болды. Енді бұл жерде шәкәрімнің суреті және осы Балтақай мен Шәукен деген екі адамның суретін көре аласыздар. Енді 1932 жылы осы шәкәрімді атып кетіп, денесін бір құдыққа тастап кетеді дейді. Сол құдықты осы бірнеше жыл бұрын шәкәрім өзі қаздыртқан сол құдықтың бірі болады дейді. Сол осы құдықтардың біреуінен әкелінеді осы тас дейді. Енді ол кезде осы мен айта кеткендей, ол кезде қазақтар енді исламға қатты сеніммен болған. Сондықтан енді суретке көп түспеген, сондықтан енді шәкәрімнің суреттері қалмаған. Бұл енді сол Қазақстандағы ең жалғыз сурет. Осы басқа жазушы, ақын, ұлы адамдардың суреттерін, мысалы, әртүрлі фотодарын көре аласыздар, немесе портреттер, мысалы, қырынан салған, сөйтіп
әлде біреумен сөйлесіп тұрған кездеріндегі портреттерін көресіздер. Ал Шәкәрімнің ондай сурет портреттері жоқ, себебі ол кісі енді суретке түспеген, тек қана осы жалғыз осы сурет қана. Иә. Ал енді мына Балтақай мен Шәукен деген адамдардың ерекшелігі, осы Шәукен деген адам 30-шы жылдары качегар болып, Семей қаласында качегар болып істеп жүрген. Енді ол кісі саңырау болды. Сондықтан качегар болып істеп жүрген кезде енді 30-шы жылдардың ортасында ол кісіге бір бума қағаздар әкеледі. Сол қағаздарды өртеп отырады. Сол енді ол кісі мылқау болғандықтан енді дұрыс оқу білмеген. Сондықтан енді осылай бір өртеп отырған кезде Шәкәрімнің суретін көріп қалады да. Өзі Шәкәрімді көрген кезінде бір көріп қалғаны болған. Сондықтан ол суретті өзіне сақтап тығып алып қалады. Кейін 50-ші жылдары Алматыға келген кезде осы Шәукеннің досы Балтақай деген кісі Мұхтар ағамызбен таныс болып жүрген. Сол кезде осы Мұхтар ағамызбен таныстырып, Шәукен өз өмірбаянын осы ымдап жест бойынша өмірбаянын айтып беріп, және де осы мына суретті Мұхтар ағамызға сыйлайды. Енді бұл Қазақстандағы осы мен айта кеткендей жалғыз сурет. Осы суреттен кейіннен осы былайша айтқан кезде копиялары жасалынған. Осы бүгінгі күндегі осы әдебиет кітабында көре алатын осы сурет қана. Иә. Жазушының мұражайын аралап жүрген кезімізде мұражайда сақталған жазушыны ерекше құрметтеп ұстаған бұйымдарын көрдік. Соның ішінде есте қалғаны Құнанбайдың күймесі. Кезінде жазушыға Абайдың ұрпағы туралы сыйлаған екен. Жазушы оны тұмардай сақтап, қандай да маңызды шаруаларда алақанына қысып ұстап жүреді екен. Кейін жазушы оны қызы Ләйлаға саған сәттілік әкеледі деп сыйға тартыпты. Қызы Ләйла болса дипломдық, кандидаттық, докторлық диссертацияларды үнемі өзімен бірге алып жүрген. Ал мына жағымызда бұл осы Мұхтар ағамыздың қырғыз кезеңі десек болады, Манас кезеңі десек болады. Себебі Мұхтар ағамыз жас кезінен бастап осы эпосты зерттеген, Манас атты қырғыз эпосын зерттеген. Енді осы мына Қырғызстанда, Бішкек қаласында осы екі қазаққа екі ескерткіш бар. Бұл біреу Шоқан Уәлиханов, екіншісі Мұхтар Әуезов. Енді Шоқан Уәлиханов бізге Манас эпосын жазба түрінде жеткізсе, ал Мұхтар Әуезов бүкіл СССР мемлекеттеріне және тек қана СССР емес, Совет одағына емес, тек көп осы шетел мемлекеттеріне осы бұл эпос әдебиетте өз үлкен орын алады деген дәлелдеген осы Әуезов болды. Ол мысалы Гомердің Илиада, Одиссея сияқты үлкен шығарма тарихи несі бар екен дәлелдеген осы Әуезов болған. Және осы мына Қырғызстаннан әкелген осындай домбырасы. Енді қырғыздар оны қомыс дейді, осындай мына қомыспен ойнап тұрып Манаста жырлайды. Мына жерде осы мына Мұхтар ағамыз Ыстықкөлде түскен суретін көре аласыздар. Осы Ыстықкөлде Чолпан ата деген жер бар. Осы мына Бішкектен бір 30 шақырым жерде орналасқан жер. Сол жерде Мұхтар ағамыздың кезінде дачасы болған. Бүгінгі күнде ол жерде де осы Мұхтар ағамыздың музейі бар. Біздің түсірілім топ мұражайдан соң Абай даңғылында орналасқан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақтың академиялық драма театрына ат басын бұрдық. Біз заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының алдында тұрмыз. Театр ғимаратының алдында жазушының іргелі ескерткіші орналасқан. Ескерткіштің мүсіншісі Сіргебаев, сәулетшілері Баймырзаев, Қайнарбаев және Жақсылықов.
Ескерткіштің жалпы биіктігі 10 метр. Ескерткіш қоладан құйылған, тұғыры қара сұр граниттен текше үлгіде орнатылған. Жазушының креслода ойға шомып отырған бітім болмысы, қолына ұстаған кітабы, желбеге жамылған шапаны ескерткіштің дәстүрлі сипатта жасалғанын аңғартады. Ескерткіш театр ғимаратымен жарасымды үйлесім тапқан. Әуезов көшесі Алматы қаласындағы көше. 1936 жылы қала құрылысының бас жобасына сәйкес Есентай Весновка өзенінен бастап оңтүстік батыс бағытына қарай салынған. 1941 жылға дейін 5-я линия деп аталып, 1961 жылы Әуезовтің есімі беріледі. Меридиан бағытымен алғанда оңтүстік-солтүстікке қарай Тимирязев көшесінен бастап Гоголь көшесіне дейін созылып жатыр. Ұзындығы 3,4 шақырым. Әуезов көшесі Ғабдуллин, Бұхар Жырау, Жандосов, Сәтбаев, Мыңбаев, Құрманғазы, Шевченко, Жамбыл, Қабанбай Батыр, Қарасай Батыр, Бөгенбай Батыр, Төле би көшелері мен Абай даңғылы қиылып өтеді. Шығыс жағында Әйтиев, батыс жағында Жароков көшелері қатарласа созылған. Көшені бойлай осы заманғы үйлер мен ғимараттар, сондай-ақ 30-ға тарта мекеме орналасқан. Мысалы, Атакент іскерлік орталығы, Қазақ автомобиль ғылыми зерттеу институты, автомобиль көлігі министрлігі, қалалық трамвай троллейбус басқармасы, нөмір 1 троллейбус паркі, Крылов атындағы кітапхана, құрылысшы мәдениет үйі, нөмір 55 орта мектеп, дүкендер, сән салоны, Бахус акционерлік қоғамы, тағы басқа бар. Көшемен нөмір 1, 2, 6 және 12 троллейбустар жүреді. Әуезов көшесі қаладағы әсем безендіріліп, көріктендірілген, көгалдандырылған сәулетті көшелердің бірі. Біздің бұл сапарымыз Мұхтар Әуезовтың әлемдік мәдениетке қосқан үлесі туралы оқушы білімін тереңдетуге, оқушы бойына азаматтық, гуманистік қасиеттері дарытуға, сөз тереңдігін түсініп бағалай білуге, ізгілікке, адамгершілікке тәрбиелері сөзсіз.